Ойпырмай мына кемпір зерек екен. Ой сөздері әй мағыналы терең екен. Шалдарман әлде қалай айтысқанда аямайсыбағасын береді екен. Шалдардың жонынан тірідей тас болады. Ой шал бейшара оғанда көнеді екен. Жаман жері бұл кемпірдің айтысқан соң, айтысқан шал осыман өледі екен. Қабағы босап қапты, даусы нашар, капитальный ремонт керек екен. Тәушен-ау, шаршадым деп қойма нүкте. Ремонт деген біз үшін емес түкте. Өзіңде әдемілеп жөндередім, кездессең мен сияқты механикке. Босаған болтыңды бұрар едім, тексеріп астыңды яй шығар едім. Тотбасқан жердеріңді майлар едім, өзіңді алда артқа айдар едім. Шприспен солидор жіберерем, жерін қамасынысын жібемеген. 5-6 күн аптаткеден өткізерем, кеселің бәлеңді бір кеткізерем. Тәушен-ау, өкпен болмас содан кейін, шалың ай, аман есен жеткізерем. Біз кемпір мақтағанға тасамайды. Сөз таппай сіздей шалғау сасамайды. Ай бір жерің болтың бектем дейсін. Басында Құдай мықты жаратқан ғой, кемпірлердің болыты босамайды. Айтарыңды әрине сайланып ал. Түреке әдемілеп ойланып ал. Мен ұрмантап түреке не қыласын, алдыман өз басыңа май жағып ал. Ойласайшы өзің басқамыңды. Сіздерге жазған Құдай мақтануды. Кемпірлердің болтын босатпай-ақ, мақтап алсай өзіңнің. Осау болдау кемпірге ұрынған ең. Жақсы ғой кемпірлерге сыйынған ең. Үйде де бір абысын отырғанда 60-ға жеткеннен соң білеміз ғой, айналайын бәріңнің сырың мәлі. Жалғыз кемпір ақынсың жар дегенде, саған Тәушен сірә бір жан пар кеген бе? Соманда бәлең бар ма, жының бар ма, қозып кететін шал дегенде. Болыптыр мынау айтыс, ей қызық думан, ей Тәушен-ау, шалмұхат па сенде бұман? 60-тағы шалдар бір жарамаса, 70-80